Армандардың айдынын алса кемең, жүрек шіркін соғады қанша өлең. Артық па екен білмедім, емес шығар, арналса да қыздарға қанша өлең. Қызға 40 үйден тыю демекші, ата-бабаларымыз қыз баланың тәрбиесіне ерекше мән берген. Қыз өссе, елдің көркі, гүл өссе, жердің көркі демекші, қызды адамгершілікке, парасаттылыққа, еңбек сүйгіштікке, әдемілікке баулыған. Қыз жарт жұрттық деп айтылып, өмірден сабақ ала білген бабаларымыз бөтен елді қыздарының тәрбиелігімен, көргендігімен дараланғанын қалады. Сол үшін де ата салттың мәнін өзгертпей, оны қатаң сақтап, келесі ұрпаққа жеткізіп отырды. Нәтижесінде қазақ қыздары адами киелі қасиеттерді бойына жинап, өзге халықтардан ерекшеленді. Жаныма шашатын сәуле, боп жүреді мен үшін әуре, барасың, жанасың. Күлкіңді ғажайып ағылған, дем арасында мен сағынған, дарашың, жанасың. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Ойларға мазасы шағылған, алысқа кеткенде жаныңнан тасыдым, ғашығым. Ең сұлу сезімдерден әр алған, менің үшін жан едің жаралған, сүйіктім, бал шырым.